Алматы облысының шаруашылық қожалықтарына интенсивті технологиялар мен жаңа техникалардың келу арқылы өнімділік көлемі біршама арта түсті. Мәселен, Райымбек ауданының алдыңғы қатарлы шаруашылықтары биыл әр гектардан 50 тоннадан картоп алды. Ал Талдықорған өңіріндегі қант қызылшасын өсіретін үздік шаруашылықтардағы өнімділік гектарына 700-800 центнерге дейін жеткен. Бұл рекордты көрсеткіш дейді мамандар. Ардақай Барлан әңгімелейді. Елбасы Қазақстан халқына арнаған биылғы жолдауында мемлекеттік қолдаудың барлық шараларын елімізге заманауи агротехнологияларды ауқымды түрде тартуға бағыттау қажет деді. Себебі интенсивті технологиялар табысқа жетудің ең басты тетігі. Кезінде картоп өсірумен атағы алысқа кеткен Нарынқол өңірінің шаруалары биыл әр гектардан 50 тоннадан картоп алып жатыр. Ол жаңа технологиялармен осы ауданға голландты Гагрия және Санта картоп тұқымдарының жеткізілуі арқасында мүмкін болды. 2 гектардан 100 тонна картоп алдық. Ол енді менің ойымша біз жақта болмаған мүмкін рекорд шығар. Бізге жерсінген Агрия, Санта, сонда біз өзімізге жерсінген осы Нарынқолдың ауа райына қолайлы осы 2 сортты алғанымыз да біздің сол. Бізге голландиялық компаниялар келген фри шығаратын. Бәрі Қазақстанда аралап, тек қана осы жерді таңдаған жердің құнарлығы. Жердің мынау теңіз деңгейінен дейміз ғой, 1800 метрде орналасуы, Колорадский жук дейміз қоңыз. Бұл жерде ол өспейді, ешқандай ауруға төзімді. Осындай картоп тұқымын алып келгендіктен осындай жақсы өнімге жетіп жатыр. Нарынқол аудан орталығы мәртебесіне ие болғалы Райымбек ауданында 2 сервистік дайындау орталығы құрылып, 500 миллион теңгеге тұқым мен жаңа техника сатып алынды. Осылайша бұрынғы картоп шаруашылықтары қайта жандана бастады. Биыл бізге 136 миллионға Голландиядан тұқымын алып беріп жатыр. 121 миллионға техника алып берді. Алғанымыз 6 трактор, Белорусиядан 3 комбайн картоп жинайтын. Қосымша қырмандағы картошын сорттайтын техникалар алдық. Ал Талдықорған өңіріндегі қант қызылшасын өсірумен айналысатын шаруашылықтар әр гектардан орта есеппен 400 центнерден өнім алуда. Үздік шаруашылықтардағы өнімділік көрсеткіші бұдан 2 есе жоғары. Президентіміздің тапсырмасы бойынша Алматы облысында негізі қант қызылшасына өте қатты көңіл бөлінген. Техникалар алынып жатыр. Тұқымдарды жаңағы СПК жетісу арқылы алып беріп жатыр бізге. Түрлі тыңайтқыштар мен гербицидтер мысалы беріліп жатыр. Алматы облысында биыл 11200 гектар жерге тәтті түбір егілді. Аймақта 2 қант зауыты жұмыс істеп тұр. Шаруалар Көксу қант зауытына 69 тонна қызылша өткізген. Ал Панфилов ауданындағы тамшылатып суару әдісі енгізілген жүгері алқаптарында гектарына 200 центнерден өнім жиналды. Ардақ Айбарлы, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, Хабар 24.